Бүгін ремонттың жалғасын салдым. Светильникті орналастырып, орнын белгілеп, жолдасым орнатып берді. Басы қозғалады, регулировка жасалады. Төсектен тұрмай жарықты жағуға өте ыңғайлы екен. Тапсырыс берген айнамыз келді. Обойды кесіп алып, қабырғаны жуып қойдым. Оны фенмен кептіріп, арнайы клейді жағып, кепкенше 15-20 минут ұстап тұрдық. Спальный гарнитурмен бірге тапсырысқа жасалған туалетный столикті орнатып қойдық. Каспий магазиннен терезенің тюліне заказ беріп, ол бір күнде дайын болып, іліп қойдым. Алдағы уақытта төсек жапқышты өзгертіп, перденің екі жағына мата қосып, ұзартатын боламын. Бұрынғы бөлмемізге қарағанда қазіргі бөлмеміз кеңейіп, жарық болып қалған сияқты. Өздеріңіз салыстырып, бағасын бере кетіңіздер.